үнемі жақсы көңіл күйде жүруге болады ма? Әрине, болады. Өзін өзі сыйлайтын адам өз көңіл күйінің жақсы болуын өз бақылауында ұстайды және ол үшін бар жағдайды жасайды. Себебі көңіл күй адамның денсаулығымен бірге оның қызметтегі өнімділігінің, өмірде қойған мақсат, мүдделеріне жету нәтижесінің бірден-бір кепілі. Көптің пікірі бойынша көңіл күйді қалыпты, жағымды жағдайда ұстап тұру үшін үлкен қаражат керек екен. Алайда қуаныштың кішкентай нәрселерден тұратындығын ескерте отырып, әркімнің қолы оңай жететін көңіл күй тепе-теңдігін сақтау әдістерін ұсынамын. Таңертең ұйқыдан қалай тұрсаң, күнің солай өтеді дегенді барлығымыз жақсы білеміз. Ол үшін таңертеңнің қамын кештен ойлап ертерек жатып, оятқыш сағатымыздың әуенін өзімізге ұнайтын жағымды, баяу әнге қоямыз. Ертемен бізді сол әуен оятқан кезде төсегімізден ұшып тұрмай, түннен түгел шыққанымыз үшін алғысымызды айтып, сәл-пәл күн тәртібін еске түсіріп барып, орнымыздан көтерілеміз. Екінші, жуыну. Адамның күні бойы сергеп жүру үшін беті қолымызды мұздай сумен жуамыз. Ал уақытыңыз болып душқа түссеңіз, су ағысын қалыпты күйге қойып, судың ысылау, салқындау күймен алмастырып түскеніңіз абзал. Мұның барлығы адам ағзасындағы қан айналымын жақсартудың тәсілі. Таңғы ас. Таңғы асымызды пайдалы әрі жеңіл тамақпен қамтамасыз ету керек. Асыңызды асықпай шайнап немесе жұтып, жеп-ішіп отырғаныңыздан шынайы ләззат алып, дәмін үйре біліп үйрену керек. Сонымен қатар таңғы асымыздан әдемі әсер алу үшін үстел басын өзіңізге ұнайтын, көзіңізге сүйкімді ыдыстармен жасақтағаныңыз жөн. Жұмыс орны. Адам күннің ең көп бөлігін жұмыс орнында өткізеді. Қызмет кезінде орын алған келеңсіз жағдайлардың еңсемізді түсірмес үшін өзіңіз отыратын үстелдің үстіне ата-ана, отбасы, не балаларыңызбен бақыт құшағында түскен, есіңізге түскенде қуаныш ұялататын суды қоямыз. Компьютердің жұмыс үстелін тиянақтап, бетін позитивті суретпен безендіреміз. Күні бойы мазамызды алып шырылдайтын ұялы телефоныңызға да жағымды музыка орнатамыз. Отырған айналамызда көз қуантатын табиғи түстерді орнымен сәнін келтіріп пайдаланған жөн. Әсіресе ол сұр кеңседе отырып, күңгірт түсті костюммен жүріп, қара сұр түсті компьютермен жұмыс істейтін адамдардың тонусын көтеру жолында аса қажет. Серуен. Қызмет кезіндегі түскі астан кейін ғимараттан шығып серуендегеніңіз жөн. Үлкен қалада бір ағаштың түбі, не субұрқақтың жаны, көк алаңға ыңғайлы жайғасып қаптаған адам емес, табиғат аясында тынығып, ойларыңызды ретке келтіріп алғаныңыз дұрыс. Босаң су. Жұмыс кезінде қолыңыз қалт еткен 10-15 минут үзілістерді тек өзіңіздің көңіл күйіңізге арнаңыз. Дәретханаға, не қызметкерлердің жеке бөлмесінде жаттығу жасап, ұйыған бұлшықеттеріңізді жазып алған жөн. Не орныңызға ыңғайлы орналасып, құлаққапты киіп алып, релакстік музыкаларды тыңдаңыз. Келесі, отбасы. Отбасыңызбен бірге қалған уақытты тиімді, әр көңілді өткізу үшін бірге позитивті, мотивациялық фильм қараңыз. Барлығыңыз бірігіп, тамақ дайындап, не өнерлеріңізді ортақ іске жұмылдырыңыз. Әсіресе отбасының кішкентай мүшесінің жанында көбірек болуға тырысыңыз. Себебі олардың өздерінің таза, пәк, үнемі көтеріңкі көңіл күйі мен қуатын сізге жұқтыру ықтималдығы жоғары. Балалармен бірге ойнап, кітап оқып, сөйлесу барысында сөзі мен ісіне мән берсеңіз, төбеңіз көкке жетіп, рахаттанып қалатын сәттер өте көп. Қоңырау шалу. Бос уақытыңызда үнемі көңіл күй көтеріңкі жүретін, позитивті көзқарастағы дос, ұстаз, әйтеуір күнне бір рет жаныңызға жақын адамға қоңырау шалып, ойын күлкіні араластырып, әңгіме дүкен құрып шүйіркелесіп алған жөн. Жатар алдында өз ваннаңызды хандікіндей баптап, барлық жағдайын жасап суға түскеніңіз дұрыс. Мәселен, жуынатын бөлмеңіздегі ваннаны жылы суға толтырып, теңіз тұзы, сабын көпіршігі, кептірілген гүл, не өсімдікті салып, ыдысқа үйіңіздегі бар алма, алмұрт, банан сияқты жемістерді турап әкеліп, ұялы телефоныңыздан спа әуенді қосып бірге әндетіп суға түсіңіз. Ең басты әдіс ол мейірім. Мейірім ол көңіл күй тепе-теңдігін күні бойы жоғары күйде ұстап тұратын адам бойындағы қасиет. Жүрген жеріңізде өзіңізден үлкен, кіші, әлсіз деген барлық жолыңызда кездескен адамдарға мейіріміңізді төге жүріңіз. Жылы сөзден аянбаңыз. Біреуге берілген мейірім өзіңізге есесімен қайтады.
Сіздің жылулыққа толы, шын пейіліңізден шыққан іс-әрекеттеріңіз бен сөзіңізге олардың берген жауабы, күлкісі, батасы сіздің көңіл күйіңізге нұр үстіне нұр болатындығы сөзсіз.